бақша маңынан өтіп бара жатып, мынандай ойға келеміз. Осыншама қарбызды қалай өлшеуге болады? Нақты салмағын қалай білеміз? Бүгін біздер сендермен бірге таразы түрлерімен танысып, заттың массасын өлшеп үйренеміз де, қойылған сұраққа жауап алатын боламыз. Адам күнделікті өмірде түрлі заттардың массасын өлшейді. Мысалы, тамақ дайындағанда, тауар өндіргенде және сатып алғанда заттың массасын білу керек. Енді таразы түрлеріне назар аударыңыз. Ойлан, ең тіректі таразының жоғалған кіртастарын немен ауыстыруға болады? Сонымен біздер кез келген затты таразымен өлшеу қажет екендігін түсіндік. Сонда ғана нақты салмақты біле аламыз екен. Өлшенетін заттың көлеміне қарай қолданылатын таразылар да түрліше болатынына көз жеткіздіңіздер. Жарайсыңдар. Тыңдаңыздар, сұрақ. Таразының түрлері туралы не айта аласыңдар? Зерттеу жұмысы жүргізіледі. Балалар, үйден ас үй таразысын пайдаланып, бір кәмпиттің, бір печеньенің және бір алманың массасын біліп келіңіздер. Мүмкіндігіне қарай суретке түсіріп келуге де болады.